Барлықтарыңызға қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым. Бүгінгі видеоға қош келдіңіздер. Сіздерді дәл осы видеода менің каналымда көргеніме өте қатты қуаныштымын. Сіздердің білім аламын және де оны өмірімде қолданамын, биіктерге жетемін деген талпыныстарыңызға нұр жауып, білімдеріңізде үлкен жетістіктерге жете берулеріңізге тілектеспін. Олай болса, біз бүгінгі тақырыбымызда күрделі эфирлер және де майлар деген 9-шы сынып химия пәні бойынша күрделі эфирлер және де майлар деген тақырып бойынша бірге талдайтын боламыз, бірге отырып конспект жазамыз және де бірге шер тарқатамыз десек те болады. Жалпы осы тақырып туралы егер де өздеріңіз оқып түсінгілеріңіз келмесе, мұғалімді алмастырып сабаққа бармай қалған кездерде немесе мұғалімнің айтқанын түсінбей жүрсеңіздер, осы видео сіздерге таптырмас құрал. Бірге менімен отырып, сабақты да түсініп, кітапты мен бірге, мен арқылы оқып, және де менің жазып отырғанымды мен жазып жатқанда күтіп отырмай, менімен бірге дәптерлеріңізді аша алып жазсаңыздар, мұғалімге де конспектті көрсеткен кезде өте оңай, жалпы қиналмай бірге сабақ оқитын боламыз. Онда бастайық. Тек қана сіздердің өте бізге деген қолдауларыңыз қажет. Олай болса, кеттік. Жалпы күрделі эфирлер дегеніміз не? Ондай сөзді естіп едіңіздер. Күрделі эфирлер дегеніміз ол карбон қышқылдарының карбоксил тобындағы сутек атомының орны спирттердің алдыл радикалымен алмасқан қосылыстар. Түсіндіңіздер ме? Егер де сіздер карбон қышқылдар деген не туралы екенін білмейтін болсаңыздар, оны кітаптан оқып алсаңыздар болады. Немесе біздің алдындағы видеода біз ол туралы анық-қанығымен түсіндіргенбіз. Егер де ол видео сіз үшін ұзақ көрінсе, оны скорость воспроизведения деген кнопканы, 3 точканы басу арқылы тауып, 1,5-ға қойып, тез тыңдасаңыз болады. Онда жалпы күрделі эфирлер дегенге былай сіздерге конспектте жазғанда өте оңай тауып алу үшін былай көрсетейік. Күрделі эфирлер. Карбон қышқылы. Карбон қышқылын қарасаңыздар, кітапта бар. Мынау бізде карбон қышқылы деп аталады. Карбон қышқылының карбоксил тобы. Карбон қышқылының карбоксил тобындағы сутек атомының орнын спирттердің алкил радикалымен алмасқан қосылыстар. Түсіндік, жалпы. Енді оны күрделі эфирлердің жалпы формуласын түсіндіріп өтейін. Қарасаңыздар, оның формуласына былай жатқыза аламыз. Формуласы R1 SOR2. Жалпы білеміз, R деген ешқандай да бізде бір элемент жоқ, бірақ та ол R дегеніміз жалпы бұл жерде элемент емес, негізінен бізге радикалды көрсетіп түсіндіріп отыр. Осылай деп жазуға болады. Бұл жердегі R1 және де R2 бірдей немесе әртүрлі көмірсутектің радикалдары. Бұлай жазып қояйық. Бірмен бірдей немесе әртүрлі көмірсутек радикалы. Ал енді номенклатурасына келдік. Ол қалай аталады? Ол күрделі эфирлердің атаулары бірінші молекулаларындағы қышқылдар мен спирттердің қалдықтарының
атауларынан жасалады. Ал олардың табиғатта таралуы олар гүлдерде, жемістерде және де жидектерде кездеседі. Яғни оларға хош иіс беретін осы олардың құрамындағы күрделі эфирлер. Ал енді олардың алынулары үшін этерификация деген реакция арқылы алынады. Ол дегеніміз карбон қышқылдарының және де спирттердің екеуінің бірге әрекеттесіп эфир түзу реакциясы. Яғни осы арқылы бір-бірімен олар эфир түзеді және де ол концентрлік күкірт қышқылы қатысында жүргізіледі. Оның реакциясының формуласы кітапта тұр және де ол қайтымды реакция. Яғни қайтымды реакция дегеніміз бір-біріне бірден бастапқы қалпына қайтадан орала алатын реакциялар. Мына жерге күкірт қышқылы арқылы деп жазып қоямыз. Күкірт қышқылы қант деп жақша ішіне менімен бірге конспектті жазып отырыңыздар. Күкірт қышқылы арқылы. Енді ол қайда қолданылады? Әрқайсысына жеке тоқталсақ, ол бірінші еріткіштер ретінде қолданылады, органикалық еріткіштер ретінде және де сусындарда, парфюмерияда және де бір тамақ өнімдеріне жағымды дәм беру үшін пайдаланылады. Енді сонымен қатар күрделі эфирлерге тек қана олар гүлдердің құрамындағылар ғана жатпайды. Сонымен қатар олар жануарлар мен өсімдіктердің майында да болады. Яғни соларды біз күрделі эфирлер деп айта аламыз. Бірақ олар өздерінің кейбір қасиеттері мен түрлі процестеріндегі маңызы бойынша басқа күрделі эфирлерден ерекшеленеді. Мінекей, енді олардың алынуын көрдік, ары қарай олардың қолдануын да мінекей. Дәм беру, парфюмерия. Енді осыларды айтсақ, майлар қайда керек? Жалпы майлар дегеніміз не? Майлар дегеніміз глицерин мен жоғары карбон қышқылдарынан тұратын күрделі эфирлер. Яғни майлар дегенде күрделі эфирдің бір түрі деп айтса болады. Глицерин мен жоғары карбон қышқылынан түзілген күрделі эфир. Оның формуласын осылай жазып алсаңыздар болады. Кітапта өзгешерек көрсеткен. Бұл жерде R1, R2, R3 дегеніміз жоғары карбон қышқылдардың радикалдары, олар бірдей де немесе бірдей емес те бола алады. Енді ары қарай кітапта физикалық қасиеттер туралы айтқан. Біз де осы туралы айтып өтсек. Жалпы олар қандай физикалық қасиетке ие? Біз былай жазамыз. Мінекей. Физикалық қасиеттері майлар агрегаттық күйлеріне байланысты. Кешірім сұраймын бөліп алғаным үшін. Енді біз майлардың физикалық қасиеттері туралы айтып жатқан едік. Майлар жалпы агрегаттық күйліне қатысты кез келген нәрсе секілді қатты сұйық болып бөлінеді. Газ түрі жоқ. Май бөлеміз. Қатты. Осы біз кейде білмей жатамыз ғой, тоңмай деп айтады. Әйтеуір естиміз, бірақ та тоңмай деген не өзі деген секілді түсінбейтін кездеріміз болады. Тоңмай дегеніміз дәл осы қатты май, міне суретте егер де көріп тұрсаңыздар, мынандай майлардың түрі ғой, қарапайым ше. Осындай майларды тоңмай деп айтады. Енді қатты тоңмайға негізінен қарапайым айтсақ болады. Олар жануар немесе өсімдікте болады. Сұйық. Жануар майы. Жануардікі болады, бірақ та бізде балықтікі сұйық болып келеді. Өсімдік майы сұйық, бірақ кокостікі қатты. Қатты майлардың құрамында жалпы не болады? Пальмитин. Қатты майлардың құрамы. Оның формуласын жазып отырудың керегі жоқ деп ойлаймын. Оны кітаптан қарап ала саласыздар. Және де одан құрамында стеарин болады. Мен бірге жазып отырыңыздар. Осындай қаныққан карбон қышқылдары кіреді. Ал сұйық майлардың құрамына алеин, және де линол, және линолен. Бұл қаныққан
болған жоғары карбон қышқылы. Ал мыналар болса ше, не? Қанықпаған карбон қышқылдары. Жалпы майлардың құрамына төменгі карбон қышқылдары аз кіреді. Және сары майлардың құрамында май қышқылы, капрон қышқылы және де тағы да басқалары болады. Жалпы майлар органикалық еріткіштерде жақсы ериді, олар суда ерімейді. Олардың қолдануы былай түсінікті болса да қысқаша жазып өтейік. Жалпы май дегеніміз біз біліп өтетіміз нәруыз, көмірсу, ақуыз дегеннің осындай органикалық заттардың майлар деген бөлігі де бар. Ол өте маңызды. Адам тамағының да адам организмінде маңызды құрам бөлігі болып табылады. Және де адам организмінде майлар түрлі өзгерістерге ұшырап, гидролизденіп, және де организмге тән майды синтездейді. Және де майлардың қоректік құндылығы әлдеқайда жоғары, және де 1 грамм май ол 39 килоджоульға тең. Біз оны көбінесе калориямен есептейміз. Жалпы майлар, оны біз қалай айтсақ болады, оны қоректік зат деп айтсақ болады. Қоректік зат, және де ол жылуды сақтайды. Сонымен қатар ол қорғаныш түрде де болады, міне, жылуды сақтайды. Және де ол сабын алуға қолданылады. Өте қызық, сіздер осыны білдіңіздер ме? Сабын алуға қолданылады. Және де сіздерге тағы да бір қызықты ақпарат айтып өтейін. Осы біз есту деген баяғыдан бері бар деген секілді ойлаймыз ғой кейде, бірақ та ол тек қана осы орта ғасырларда емес, шамамен бір 14-ші ғасырларда пайда болған, қатты ұзақ болмаған, біздің заманымызға дейінгі деген нәрсе жоқ. Және де біз жалпы каротин деген А провитамині бар. Неге оны А провитамині деп атаймыз? Себебі ол сәбізде каротин бар, ал организмге түскенде А витаминіне айналады екен. Сондықтан каротин тең А провитамині. Осындай нәрселер бар, және де ол майда қолданылады. Жалпы, құрметті менің оқырмандарым, егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басыңыздар. Расына келгенде бұл ешқандай да бір сұрау немесе жалыну емес. Негізі бұл сіздердің лайктарыңызда, комментарийларыңызда бізге берген кері байланыстарыңыз, қолдауларыңыз. Егер де бізде ешқандай да бір кері байланыс болмаса, онда біз ешкімге пайдамыз тиіп жатқан жоқ деген сөз. Сондықтан да сіздерге пайдалы екен, керек екен білдіріп қойыңыздар. Егер де ешқандай ондай керек болмаса, ондай бізге белгі болмаса, онда біз расымен де түсірмейміз. Бұл ешқандай бір манипуляция да емес, Бұл шынымен де солай. Бізге сіздердің сөздеріңіз, комментарийларыңыз шабыттандырады. Осындай бір жақсы іске үлестеріңізді қосып өтсеңіздер, біз өте қуанамыз. Олай болса, менің айтқым келген ойды түсініңіздер деген ойдамын. Және де бұның артында байқасаңыздар бірнеше есеп, сұрақтар бар. Соның барлығына сіздер бүгінгі сабақ арқылы жауап тапты, және де менімен бірге конспект жазды деген ойдамын. Ал қалған есептерді шығарғанды қаласаңыздар, астына жазып өтіңіздер. Егер де сіздер сұрасаңыздар ғана мен жасаймын. Егер де ол қажет болмаса, онда сіздерге қажет болмағандықтан, сұраныс болмаса, оның да қаралмас болады. Бізге ол да қажет емес. Ал бүгінгі видеоны көргендеріңіз үшін үлкен алғыс айтамын. Онда сау сәлеметті болыңыздар, бізді қолдап, жақындарыңызға тіркеліп, жалпы біздің каналымыздың өсуіне үлкен өз үлестеріңізді қосып өтсеңіздер. Сау болыңыздар.